Ассаляму алейкум достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте ерекше, дәмді болып шығатын сметаниктің жасалу жолымен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Ол үшін ең алдымен қамырын дайындаймыз. Қамырына бірінші ұнды електен өткізіп аламыз. Оның үстіне тұз, қопсытқыш және де секерді қосып, барлық құрғақ ингредиенттерді бірінші бір араластырып аламыз аздап. Одан кейін үстіне жұмсақ сары майды қосамыз. Және қолымызбен ақырындап видеода көрсетілгендей етіп майды араластырып аламыз. Одан кейін үстіне қаймақты қосып, өте жұмсақ песочный тестаны илейміз. Дайын болған қамырды салмасы дайын болғанға дейін тоңазытқышқа сала тұрамыз. Енді салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге бір жұмыртқа керек. Оның үстіне секерді саламыз. Одан кейін аздап қана ұнды қосамыз. Венчиктің көмегімен біркелкі болғанға дейін араластырып аламыз да, одан кейін үстіне қаймақты қосамыз. Және де барлығын жақсылап араластырамыз. Сонымен біздің салмамыз дайын болады. Одан кейін табамызға қамырды жақсылап орналастырамыз. Видеода көрсетілгендей етіп, астыңғы жағын шанышқының көмегімен тесіп шығып, одан кейін барып шабдалыны орналастырамыз. Одан соң үстіне кремді құйып, қызып тұрған пеште 180 градуста 45-55 минут аралығында пісіріп аламыз. Піскен пирогты әбден суығанға дейін табадан босатпаймыз және де кеспейміз. Әбден толық суығаннан кейін табадан босатып кесуге болады. Өте дәмді болып шығады. Сіздер де дайындап көріңіздер. Өте ерекше пирог, ұнайтынына сенімдімін. Сіздер де жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған мен Айгүл Жасан. Видео ұнаған болса лайк басып, комментарий қалдырып, және де міндетті түрде менің каналыма тіркелуге ұмытпаңыздар.